Барлықтарыңызға қалайсыздар? Негізі осы жаққа келген кезде бірінші рет келгенде кәдімгідей қобалжып тұрмыз кәдімгідей. Денсаулығыңыз қалайсыз? Ассалаумағалейкум қатысушылар, саламатсыздар бауырсаған. Шүкір денсаулық қазір бәрі. Осы болып бірінші рет эфирге келіп жатырық деп қойды. Жоқ, қызық екен солай. Отбасы болды деген қалай болды? Отбасы ұқсап шақырып жатсыздар да. Кеше, например, Айбек мен Эдуарды келіп той күнін айтып кетті ғой. Сол сияқты келіп той күнін айтып кетуге шақырып жатқандай бір күшті не екен да, приятно. Бірақ енді көрерменге түсіндіріп кетейік. Біз неге Мөлдір мен Айсұлтанды эфирге шақырамыз, жалпы шақырайық деп шешім қабылдағанбыз. Әлеуметтік желіге махаббатқа толы бір видео салынған болатын. Мүмкін жай ғана контент шығар. Мүмкін жай ғана бір қызықты видео шығар, болсын деп, қызық болсын деп салған шығар деген сияқты ойларға келдік. 1-2 күн күттік негізі. Қалай? Қарым-қатынас деп айтсақ па екен, екеуіңіздің тарапыңыздан да бір махаббат көзқарастар байқап қалдық, керіс болып жатыр. Өздерінен сұрайық деп, көрермен енді қатты қалаған, уайымдаған ара-қатынас болатын. Сондықтан да өздеріңізді сөйтіп шақырған себебіміз бар еді. Кетіп алайықшы, көрмей қалған жандар болса, көріп алайықшы видеоны. Анонстардан да көріп жатырмын да, біздің кезінде біріміздің ұрысқан әңгімелеріміз талып қойыпты да. Негізі оның бәрін еске түсіргім келмейді вообще. Бұл жерде қанша әңгіме айтылды, қанша жаман сөздер, бірақ қандай не айтылса да, қазір бірге отырып қой жанымызда. Сіз жаңағы жобадан бізден шықтыңыз, шыққаннан кейін бәрібір де Мөлдір ойыңызда болған болып тұр ғой. Әңгіме қалай басталды, басынан бастап сіз айттыңыз, қалай кездесуге? Тойынан бастап қой негізінде. Кел суретке түсейік, бәрі екі-екіден жұп болып түсіп жатыр да, кесе түсектен түспей қойған негізінде ол кезде. Бірақ ештеңе етпеді, сөйтіп одан кейін де жазып жүрдік, хабарласып жүрдік. Одан кейін негізі шықпады кездесуге, вообще шықпаған. Негізі қызық болды, айтатын болса. Ол кезде әлеуметтік желі көп нәрсені құртады дедік та, счастье любит тишину деген сияқты. Тыныштықты жақсы көреді деген ұстаным болған сияқты. Енді басынан бастайықшы. Басынан айтайық. Контентке дейінгі әңгімені айтайық, Негізінде көбісі сұрап жатыр да, сендер жұпсыңдар ма, жүріп жатырсыңдар ма, или жай ғана хайп па, бұл контент па деген сияқты. Біз негізі ойлағанбыз, бұндай видео саламыз деген ой мүлде болмады баста. Мүмкін халыққа шығаратын болсақ, тағы да бұндай ұрыс керіс болып қалып, мүмкін халыққа айтпай қоярмыз деген нәрсемен біз негізінде айтпай жүрген болатынбыз. Осы 2025-те жаңа жылды жаңа сезіммен бастап мүмкін көрерміз деген сияқты. Айсұлтан жазып жүрді негізінде. Баста жазып жүрді, айтып жүрді, кездесуге шақырып жүрді жігіт деген сияқты. Мен ойланып жүрдім, енді бір рет болмаған нәрсе мүмкін екінші рет тағы болмай қалса қалай болады деген сияқты. Күнде жазады. Арасында енді бізде негізі андай жау сияқты болып кеткен жоқпыз ғой. Бізде сәлем түзу болып қалды негізінде. Кімнің тойына келдік қой? Айда мен Нұрдәулеттің. Сол кезде де тойда кішкене ойла келсей, суретке түсейік, қалайсың, жағдайың қалай, денсаулығың қалай деген сияқты былай басында сөйлесіп жүрдік негізінде. Енді сәлем түзу болып қалғаннан кейін жазады, ответ қайтарамын деген сияқты. Солай негізі қайтып жақсы сөйлесіп араласып кеттік, бірақ біз енді жұп емеспіз. Қайта бір-бірімізге мүмкіндік беріп танысып жүрген адамдарымыз ғой. Енді ата-аналар не деп жатыр, отбасыларыңыз, жақындарыңыз не деп жатыр, қайтадан басталып жатқан таныстыққа көзқарастары қалай? Көзқарастары негізі түзу ғой енді. Как-никак кезінде танысқан адам, кезінде таңдаған адам, олмен қайтып сөйлескенге бүйтіп жаман жоқ деп ондай ештеңе айтып жатқан жоқ. Білмеймін, әйтеуір қарындасым қуанышты, например. Қарындасым постоянно Мөлдірді қарайды ғой, мәз үйде. Мамам бар, бәрі қарап отырады. Білмеймін, бәрі мәз үйде. Бір қарсылықтар жоқ. Өзің көр, кішкентай қыз емессің, жасың 24-ге келді, ақыл тоқтаттың өзіңде деп айтып жатыр. Бір қарсылық, бірақ енді ондай жоқ. Біз араласпай кеткен кезде менің бір құрбыммен Айсұлтан өте жақсы араласатын да. Ол өзі Түркістанда тұрады. Алматы қыдыруға келген кезде Айсұлтан оны кездесуге шақырып алып, солай мені сұрап деген сияқты. Солай жүреді, менен жақсы сөйлеседі, менен жақсы араласады. Ол да солай айтты да. Көрсе бір сөйлесіп көрсе. Менің ойымша бұл шынымен де негізі подружкалар бар ғой, достар бар. Көбісімен жақсы сөйлесем, білетін нәрсем бәрін содан біліп, қайда жүр, не істеп жүр, кіммен жүр деген сияқты.
сол арқылы енді сырласып енді көмегі тиді деп отыр ғой, енді сырласқаным дұрыс болыпты, значит. Осы жерде қайырлы күн баршаңызға. Енді көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Жалпы видеоны көріп қалғанда өте қатты бір таңғалтқан видеолардың бірі деп айтсам болады. Енді видео салынған беттен көрген болатынмын. Негізі осы жерде Айсұлтан отырған кезде бір андайда бір қандай үміткерлер келіп жатса да, қандай бір таныстықтар болып жатса да, көзі мөлдіреп тұрады да, бір андай бір жіберілмеген бір нәрсе бар екені Айсұлтанның тарапынан қатты сезіліп тұратын. Шын жүректен шынымен де қуаныштымыз. Негізі екеуінің бір түр әлпеттері де бір-біріне келеді ма, бір екеуін басқа екі түрлі адаммен жарастыра алу мүмкін емес деп ойлаймын да. Сіздердің енді сөйлесіп бастағандарыңызға басынан бастап 1 ай көлемі болды деп айтылды, иә. Енді бір сұрақ бар да менде. Алдыңғы жолдары клип шыққан болатын осы жерде. Сол кезде енді мөлдірді көріп қалсақ, енді Саддәулеттің бетінен былай да ұрды, былай да ұрды. Сол кезде енді екеуің бірге ме едіңдер, сөйлесетін бе едіңдер? Сол сезімі Айсұлтан сен жақтан болған жоқ па? Жоқ, енді мен оны көрдім. Қызғаныш дегенде жоқ, Саддәулетке қызғанбаймын мен, қажене қызғаныш Саддәулет. Енді қосаяқты анда-санда қараймын, бірақ кейбір қарамай сондай көрмей кетемін ғой, бірақ оны жібереді маған, бәрі көрем. Сөйтіп сөйтіп мойла дейді, вкусындағы қыз қандай десе мойла дейді, одан клипке шақырады, үйтеді бүйтеді. Бірақ Саддәулеттікі жай ғана сөз негізінде. Жай енді клипі енді как-никак еңбегі бар деген сияқты. Саддәулет шақырды, неге түспеске көмектесіп қолдасып жүрмейді. Енді бір жақтың өңірінің адамдары деген сияқты сөйтіп қана түсіндім мен. Ассалаумағалейкум, Баласан ханым, қалайсыздар? Әдемі болып тұрсыз, иә. Қалайсыздар? Өте қуаныштымын, екеуі де досым, екеуін де көргеніне өте қуаныштымын. Енді Айсұлтан не үшін андай қылып мені қыштатқанын білмеймін, бірақ та енді Айсұлтан екеуміздің арамызда диалогтар өте көп болған мөлдір жайлы. Бірақ мен тек қана бір жамандау, ондай нәрсе айтылмаған ол жерде. Тек қана бір жақсы, сондай бір әңгімелер болған. Енді шынымен де қолыңдағы бақ құсыңды бір рет бағаламадың, енді бағаласаң деймін. Екеуіңе тек қана бақыт тілеймін. Мен халық жауы болғым келіп тұрған жоқ бұларға қарсы сөйлеймін. Сол үшін өте жарасымды, өте әдемі. Сондай әдем. Атак, әйелім мөлдір сияқты болса, ешқандай бір қарсылығым жоқ енді. Бекзаттың сұхбаттарында көбісінде ана типажымдағы қыз Мойладай болса екен, үйленетін қызым Мойладай болса екен деген сияқты келтірген болатын ғой енді. Мен ойлап тұрмын да, енді Саддәулет әдейі кейбір адамдарды қызғандыру үшін Мойладың атын әдейі айттым екен деп ше. Атак былай ойында жоқ сияқты ойламаймын негізі, Мөлдірді дос ретінде араласамыз деп айтып қалды ғой жаңа. Енді Айсұлтан, Мөлдір, қош келдіңіздер. Өте қуаныштымын көргеніме. Әдемі прям сырт келбеттерде бір-біріне сәйкес болып не істеп тұрды. Енді білуімше сіздер осы жерде таныстық болды, бірақ жұптыққа бармай тоқтап қалған болатын да. Ал енді өмірде жалпы былай сіздің арақатынастарыңыз жұптық ретінде жалғасып жатыр, дұрыс па? Бізде жұптық емес, бізде қайта таныстық болып жатыр. Қайта таныстық болды. Мені Саддәулет ішке кіріп болған шығар, жеке-жеке кіріп алдында да кіріп жатыр, болған жалыққан шығар. Енді Айысқа мен кәдімгідей қош келіп жатсыңдар. Моля Айыс. Сосын негізі Айысқа ырза болып отырмын да, кәдімгі махаббат үшін күресіп, махаббат үшін енді сүйе алмас, менде сен ешкім деп кәдімгідей бұрынғы махаббатына қайтса енді қандай жолмен болсын барып жатыр ғой. Сосын бір сұрағым болып тұр Айыс саған. Енді сен соңғы қатысушы болдың ғой осы жерде, ең соңғы рет. Сол кезде кәдімгідей Моляға деген сезімің ішінде болды ма әлі? Жоқ, ол кезде прям бүйтіп мөлдірге тартылып тұрған жоқ едім негізінде. Той болды ғой, той болды, иә. Сол кезде мен қайта ойлана бастадым. Неге деген сияқты ше. Типа не істеп жүрмін мен деген сияқты. Өйткені Моля сол кезде келді, көрген сайын енді бәрі басқаша ше. Чувство басқа, сезім басқа, бір андай вообще басқаша ұстап кеттім да өзім ше. Сол кезден басталды негізінде. Бір Саддәулетті қайтып қосатын деп жарайды енді айтылды да, бірақ енді Моля деп айтқан жоқ. Моля сияқты деген енді бар ғой ұқсайтын қыздары или мінезі ма, сол сияқты үйтіп қоса беріп керек емес. Және де клипті айтатын болсақ, енді клипта да бір артық бір жақындасу болған жоқ, дұрыс па? Мен Саддәулеттің шапалақ жегенін ғана көрдім. Бір 5-6 рет, иә, бір атак бір қызғанатындай дүние. Гүлнұрдың сұрағын толтырып күн кеп тұр. Жалпы сендер қосылайықтан кетсеңдер де, қосылайық сендерден кеткен жоқ сияқты, иә? Жоқ андай жаңа жуы емес, біз таныстықта жүрміз дегенді қалай түсінуге болады сақтар? Қол ұстаспай жүресіңдер ма? Соны бір нақтылап түсіндіріп кетсеңдер негізі. Жоқ, мен ойлаймын енді жұп болған кезде де бір үйленуге бара жатқан кезде жұп болу керек сияқты да уже. Біз қанша айдан бері араласпай кеттік, сөйлеспей кеттік та. Айсұлтан да алдын айтып жатыр да, сен кәдімгідей өзгеріп қалыпсың дейді да. Шынымен де уақыт өткен сайын адамдай үстіндеміз әлі. Біз мына жақта эфирде танысқанмен біз қанша бір арасында тоқтап қалды, таныстық болды. Сонымен бір жарым ай ғана былай таныс болдық біз. Одан кейін бізде уже араласу болмай қалды. Сонымен қайта біз бір-бірімізді жақсылап танып жатырмыз. Бәрі жақсы болып кетсін енді. Бәрі жақсы болып кетіп жатса, жалпы қанша уақытта дайынсыңдар енді тойдың мәселесіне келетін болсақ. Айсұлтан сен, потом сен айтсаң соны. Мен өз тарапымнан осы 2025-те негізі бұрыннан арманым еді, 25 жасымда үйленемін дегенше. Сол арманым осы жылы негізі дайынмын мен.
иә барлығы жақсы болып жатса осы жылы бұйыртып тұрса иә Бауырсақ ханым, негізі шынымен де бұл жолы Айсұлтан мен Мөлдірдің былай қарағанда өте андай бір жылылық сезіліп тұр да. Айсұлтанның Мөлдірге деген андай аккуратно қарағаны, көңіліне қарап отырған бізге кәдімгідей сезіліп тұр.